Экскурсиямыздың 3-ші күні Анталиядан Денизлиде маңайында орналасқан Памуккале қаласына бардық. Памуккале мағынасы мақта қала деген. Кале қала, Памук мақта. Бір 5 сағаттай жүріп бардық ау деймін жолға. Одан да көп па. Мынау Памуккале деген осы. Мына бір ақ Травертин. Мына жерде Иерополис деген қала. Травертин дегеніміз міне мынау. Міне осыған жол тарттық 3-ші күні. Таулы аймақпен кетіп баратыр. Түсінбедім, мынау қар ма, әлде известняк па? Әппақ болды. Қар сияқты вроде. Қар ғой, қар. Альбина ана жерде отыр. Екеуміз келіспей қалдық. Қырсығып отыр жақта. Мен жақта отырмын. Анталияда қар жаумайды, сонда мынау әппақ болып тұрған ол известняк па деп антан болып отырсам, оказывается, қар екен ғой. Таудың басында қар жауғанда еще как жауады екен. Біздің Ақтөбені ойнамай қалады екен. Бізде Ақтөбеде жоқ қарды мына жақтан көріп тұрмыз. Осы оливковое масло, зайтун майы. Соның баяғы музейі. Оливковое масло қалай дайындаған. Пеш. Дермен, тас дермені. Ағаштан жасалған. Резбасы ағаштан жасалған. Типа болт сияқты. Кашмаға зайтундардың етіп сығама бұл нәрсе болады. Ар жақ енді винный помещение, дегустация, вино ішкізеді. Біз енді ішпейміз, конечно. Просто қарауға. Шарапты. То, что в магазинах голова болит, изжога, они без... Чай. Памуккале деген жер. Қайнаған судың отложениясы известковый. Шайнек қайнаған кезде қақ қалып қояды ғой. Сонда қайнаған су, термальный су шығады астынан. Сол судан известкалары қатып қалған. Осындайға ақ қайнаған. Мына жерде міне пустой, ана жерде су бар. Кезекпен кезек ағысып тұрады. Егер бұған постоянно су ағып тұрмаса, мынандай қараға айналып кетеді түсі. Сол қараға айналмай осындай ақ күйінде қалу үшін кезекпен кезек әр жерге су ағысып тұрады. Мен бәрі осындай бассейндер істеп қойды. Мына жерде бар ма? Так, травертин деп айтады екен осы затты. Құлақ бетпе. Қакесін етсің ба? Аяғымызда термальный ыссы суға малып отырып. Әппақ травертин, оның ішінен әппақ альбинан тауып алыңыз. Міне. Мына уже су салқын, источниктен кеткесін. Хераполис, Хера қасиетті, полис қала, қасиетті қала деп аударылады. Бұдан 4000 жыл бұрын бұл қала іргетасы қаланған. Одан кейін гректердің қолына өтеді, одан кейін Византия империясының қолына өтеді. Мына бір қамал, мына бір ворота бұл жаңа ғұндардың Европаға шабуыл жасаған кездерінде соған қарсы салынған, бірақ ғұндар бұл жерге жетпейді. Бұл жерде тағы да ерекшелігі бірнеше храмдар бар. Плутоний храмы бар, Аполлон храмы болған.
Ол жаңағы христианстводен кейін. Христиандардың кезінде бұл Иса пайғамбардың бір шәкіртінің храмы бар. Яғни Иса пайғамбардың бір шәкірті осында дінді уағыздап келгенде, соны басынан теріс қарата крестке асып, осы арада өлтірген, соны орнына монастырь салынады. Бұл қала артынан түрк селжүктердің қолына өтеді. Содан кейін қатты жер сілкініс болып, бұл қала жойылып кетеді. Негізі бірнеше рет бұл жерде жер сілкініс болады, бірақ қайта бұны тұрғызады адамдар. Соңғы жер сілкіністе ақыры бұл қала сонымен тарихта қалып қояды, қирап. Плутоний храмы, Невру шұңқырды тозақтың есігі деп атаған. Өйткені мына жерде земной разлом бар. Үңгірге түскен кезде астынан газ шығатын болған. Земной разломнан соған адамдар құрбандық шалатын болған. Өгізді кіргізген кезде ана газының есінен өгіз өліп қалып, адамдар құрбандық қабыл болды деп есептейтін болған. Мынау бұл баяғы кезінің университеті. Статуялар. Табыттар ішінде жатқан адамдар. Бәрі табыттар. Жатасың ба, Альбина, ішіне? Античные изделиялар музейі. Құмыралар, тәсбih. Қазба жұмыстары әлі жүріп жатыр. Ойын сияқты, қазақта ойын сияқты. Alttan açık ediyor. Şamanın 1. ғасыр. Типа подсвечник сияқты, лампа. Мына жерде бассейн Клеопатра деп атайды. Мына жер бұрынғы кезде римский банялар болған, бірақ жер сілкінген кейін римский банясы қирап, бұлақтың сулары осыны шайып, бұлақ басып кетті. Минеральный су, Неше градус жылы аман? Неше градус? Burada bir yer daha var. Неше градус жылы дейін? 36 деп тұр. Gel bak bu tarafa, gel. Gel bu tarafa. Аман. Көтеріп жібере ма?
мына Хераполистің театры әр жерінен көрсетемін. Мынаның ішінде 9000 адам сияды. 9000 адам сыйымдылығы бар. Акустика очень хорошая была, да, в театрах? Благодаря жері бар, вот этой форме. Бұл Звук отражался. император, емесе мэр отыратын Не орны. было бы ветра, сейчас бы проверили бы акустику. Вообще-то, можете подержать? Мына жерде Давайте екі попробуем. мүсін, әйелдің мүсіні дейді. Посмотрим. Не будет мүсін екенін слышно оны или нет. білмейді. Слышно? Есть, да? Да, эхо есть. Так, Бұлар жа образец, оригиналы музейде. Так, Невр тесік. самые крутые места были первые. Не. Бұл тесікке Самый богатый. сегізде палатканы Ну, то есть, байлап если в этом қояды. плане, Да, 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 ну да. Ну, занимали места в соответствии с положением в общем. Такое было. Мынау жа түсетін баспалдағы типі. Или работать же тут, а здесь такая поговорка, Көрейсіздер. Қашана алып шығыра деп жатқан. Мына жерде де бар екен жаңағыдай палатка байлап қоятын тесік көлеңке болып тұру үшін. Мына жерде кішігірім өтетін жол бар. Соған түсетін баспалдағы. Мына біздің группаның балдары. Енді мынадан өтуге болмайды. Мына бір жерде басшы отыратын жер. Әр жерде осындай выходтар болған. Міне тұр тағы біреуі. Бір выходтың қасында тұрық. Жауып тастаған. Колоннаға жатқан. Колоннасы әдемі екен. Прям гладкий. Тағы бір выход. Блоктар кәдімгідей. Ұзындығы бір 60, ені 60, қалыңдығы 60 сантиметр примерно. Ені 1 метр болып қалады, ұзындығы 2-ден астам бар. Қазақстан туымен түсіп жатыр. Ладно. Так, за кулисами түсіп жүрейік. За кулисами тоже мынандай входтар бар екен. Мына жерде де входтар. Өмір қайнап тұрған үлкен қала болған болып тұр. Қазір жан жоқ. Некрополь деп аталады екен. Бұлай біздің тілге айтқанда бейіт. Бұл баяғы христиан дінінен бұрын болған. Мынау өлген адамдарды осының үстіне қоятын болған. Целый бір фамилия, бір рудың адамдары мысалы осы жаққа жинап бір-бірлеп көме береді. Иіс суын етіп, есігін жауып тастайды. Бірақ мыналардың бәрі уже
мұсылмандардың ба, христиандардың кезінде ма? Тонап, ішінде еш нәрсе жоқ, тонап кеткен. Ракушняктан сияқты салынғаны. Колосса дейтін гостиницаға барып түнедік. Бұл жақта да осындай бассейн бар екен. Экскурсиямыздың 4-ші күні воздушный шармен ұштық. Кешегі Травертин известковое отложение тауы және Ерополис ескі қала соның үстімен ұштық. Ұшу құны $130 болды. Да, жаймен көтеріле бастап жатырмық міне. На сантиметров 5 поднимаемся. Все, поднимаемся. Бай-бай! Да, бастап көтеріліп жатырмын. Арасында газ беріп қояды. Сонда екі жіп арқылы управление жасап отыр. Үстіге кетіп жатыр мына жіптер. Көрінбей ма? Міне бір жіптер. Сонымен управлять етіп отыр. Міне жіп тартып отыр. Поворот жасап отыр. Бұрып отыр. How many meters above will we rise? Today we are going in the 1,200 in the 20 minutes after. 20 minutes in the same level we are going to Heropolis Mountain City and we are going up to 1,000 meters. Бір 12 минут, 20 минуттың ішінде 1000 метр, 1200 метрге дейін көтерілеміз дейді. Дай, на видео снимай! Так, примерно 400-500 метрге көтерілдік. Что-то риск түсіп бастады ғой. Көтеріп кетті да, аяқ астынан түсіп кетті ғой. Үлкен бақшалар, тау. Қасымызда кореецтер жүр деймін. Мынау кешегі известковое отложениялар. Мына жерлерге біз аяғымызды малып оттық арыққа. Ыстық источник. Мына жерде бассейн Клеопатра, кеше түстік бұған. Ыстық суы. Ширнасынан шығып атқан. Так, мынау кешегі амфитеатр.
Осы Аэрополис старый городтың қалдықтары. Уже биіктегеннен кейін уже дұрыс көрінбей бастады. На 500 метров будет подниматься. Жағаға жақындап келе жатыр. Специально әдейі жақын ұшып отыр ау деймін. Щоб мынаны жақыннан көрсін деп. Мынау бәрі арық. Арық. Осыдан кеше ыссы термальный су ағады осыдан. Белый балкон. Небольшое озеро. Қасымда моңғол қыздар. Не күн шығып келе жатыр восход. Проверь сама. Когда мы в этом... 240 метрге түстік уже. Онуға жақындап жатыр. In tip box the glasses. Only my crew. Thank you so much. Thank you team. Thank you, pilot. Bravo. In the tip box. Филе var mı? Филе var mı? Давайте это. Давайте. Haydi, давай. Давайте. Узнать правильно. Девочки. Девушки, come on. Çin çin. Şerefe. Baba. Kombe.